Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дайын қатпарлы қамырдан өте дәмді болып шығатын әрі тез дайындалатын тіскебасар дайындайтын боламын. Бұл тіскебасарды дайындау үшін бізге шұжықтар қажет. Шұжықтардың барлығын осылай үкіштен өткізіп алатын боламын. Және де бізге ірімшік қажет. Ірімшікті де дәл солай үкіштен өткізіп алатын боламын. Кез келген ірімшікті пайдалануға болады. Қажетті заттардың барлығын үкіштен өткізіп алғаннан кейін дәл осындай дайын қатпарлы қамырды оқтаудың көмегімен жайып аламын. Мен дүкеннен алынған қатпарлы қамырды қолдандым. Сіздер өздеріңізде үйден қатпарлы қамыр дайындап, соны пайдалансаңыздар болады. Міне дәл осылай қамырымызды жайып алғаннан кейін дайын тұрған үкіштен өткізілген шұжықтарымызды осылай салып аламын. Шұжықтарды салып болғаннан кейін оның үстінен дайын тұрған ірімшіктерімді де осылай салып шығамын. Ірімшікті салып болғаннан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай рулет етіп орап шығамын. Бұл тіскебасар өте дәмді болып шығады. Кез келген мерекелік дастарханның сәнін кіргізеді. Және де отбасыңыз бен балаларыңызға дайындап берсеңіздер, сүйіп жейтін болады. Менің осы рецептіммен сіздер де жасап көріңіздер. Қамырды рулет сияқты орап болғаннан кейін дәл осылай пышақтың көмегімен кесіп шығамын. Осылай қамырдың барлығын кесіп болғаннан кейін оны пісіретін табамызға барлығын салып, бетінен жұмыртқаны жағып, оны қызып тұрған пеште 20 минутта пісіріп аламын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.